Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, құрметті тігін сүйер қыз-келіншектер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі жастықшаға замок тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін асықпай қарап шығыңыздар, және видеомның астына лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырау батыршасын басуды ұмытпаңыздар. Жастықшамыздың өлшемі 50-50 болғандықтан астыңғы матасына да 50-50 етіп сызып өлшеп аламыз. Бұл бізде жастықшамыздың астына тігілетін, замок тігілетін астыңғы бөлігі. Замок тігу үшін енді осы матамызды біз екіге бөлеміз. Міне матамызды екіге бөліп алдық. Үстіңгі бөлігі бізде 20 сантиметр болды. Ал астыңғы бөлігі 30 сантиметр қылып өлшеп алдық. Матамыздың үстіңгі бөлігі 20 сантиметр өлшеп алынған матаны сол жағын қаратып аламыз. Одан кейін замок тігілетін жерді 3 сантиметр қылып өлшеп аламыз. Демек, осы жерге 50 сантиметрлік замогымызды орналастырып, инемен қадап тігуге дайындаймыз. Міне, инемен қадап шықтық. Енді осы жерді машинамен тігіп шығайық. Тігісімізді қадағалап отырамыз. Тіккен замогымыз түзу әрі сапалы болып шығу керек. Сол үшін тартыңқырап тіккен дұрыс. Міне, замогымызды тігіп шықтық. Бұл яғни бізде үстіңгі бөлігі жастықшамыздың. Енді қалған бөлігі, астыңғы бөлігін замокты инемен қадап, түзулеп тігіске дайындаймыз. Содан кейін дайын болған замокты машинкамен тігіп шығамыз. Мұқият қарап отырсаңыздар, замок тігудің ешқандай қиындығы жоқ. Осы видео арқылы түрлі жастықшаларға, көрпешелерге замок тігіп үйренсеңіздер де болады. Өйткені бұл бізде замок тігудің оңай тәсілі, ешқандай қиындығы жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай замогымыз да дайын болды. Міне, көріп тұрғандарыңыздай екі жағын тігіп, алдын ала тігіліп дайындалған жастықшаның беті 50-50 сантиметр. Осы жастықшамыздың астарына енді тігілген дайын болған астарын тігіп шығамыз. Екі бөлікті де оң жақ беттерімен бір-бірін беттестіріп, түзулеп, инемен алдымен қадап шығамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, енді сол инемен қадап алған жеріміздің барлығын машинкамен тігіп жатырмыз. Қарап отырсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Біздің небәрі жарты сағат қана уақытымыз кетті. Дәл осы видеодағыдай жастықшаларға, көрпешелерге замок тігіп үйренсеңіздер болады. Бұл бізде замок тігудің ең қарапайым және оңай жолы болып табылады.
дайын болуға аз ғана уақыт қалды. Егер сіздерге видеом ұнап жатса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Замокты жастықшамыз дайын болды. Жанындағы артық маталардың барлығын қиып алып тастаймыз. Қиып алып тастағаннан кейін енді жастықшамызды оң қаратамыз. Бұрышын бәрін шығарып, түзулеп, міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі жастықшамыз дайын болды. Міне замогы де өте сапалы, түзу болып шықты. Міне құрметті көрермендер, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер сіздерге ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.